Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына бірқатар өзгерістер енгізді. Бұл бейнебаянда біз талапкердің порталға қалай тіркелетіні, олардың мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға арналған конкурсты өткізу және оларды одан әрі қабылдау кезінде оқу орындарымен және білім басқармаларымен өзара іс-қимылы қалай жүзеге асырылатыны туралы айтып береміз. Порталда жұмысты бастау үшін кез келген интернет браузерінің мекен-жайы жолына smart.edu.kz енгізіңіз. Ашылған терезеде мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша колледжде оқуға арналған конкурсқа өтініш беру үшін өтініш беру батырмасын басыңыз. Негізгі орта білім базасында орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына бойынша оқуға түсетін адамдар күнтізбелік жылдың 20 маусымына дейін облыстардың республикалық маңызы бар қаланың және астананың білім беру басқару органдарының ақпараттық жүйесінде тіркеледі және міндетті кәсіптік диагностикадан сауалнама өтеді. Білім басқармасының ақпараттық жүйесіне тіркелу үшін батырманы басып, тіркеуден өтіңіз. Ашылған тіл қатысу терезесінде барлық өрістерді толтырыңыз. Өңірді таңдаған кезде сіз осы өңірдің білім басқармасында тіркелесіз және сізге осы өңірдің барлық оқу орындары олардың даярлық мамандықтарын көрсете отырып, өтініш беру үшін қолжетімді болады. Өрістерді толтыру кезінде ерекше назар аударыңыз. Электрондық пошта мекенжайы мен пароль. Сіз көрсеткен электрондық пошта мекенжайына сіздің өтінішіңізге қатысты барлық ақпарат келеді, ал пароль осы порталдағы жеке кабинетке кіру үшін қажет болады. Егер талапкер әлі кәмелетке толмаған болса, онда баланың ата-анасының бірінің немесе заңды өкілінің деректері толтыру қажет. Барлық өрістерді толтырғаннан кейін авторизация батырмасын басыңыз және сіздің деректеріңіз білім басқармасының ақпараттық жүйесінде тіркеледі. Ақпараттық жүйеде сәтті тіркелген жағдайда сіздің жеке кабинетіңіз қолжетімді болады. Кіру үшін батырманы басыңыз, жеке кабинет. Өтініш берудің қадамдық нұсқаулығы бар терезе ашылады. Келесі қадам орындалғаннан кейін әрбір келесі қадам автоматты түрде ашылады. Бірінші қадам. Сізге білім туралы құжаттың сканерленген электрондық көшірмесін және оған бағалары бар қосымшасын жүктеу қажет. Егер файл сәтті жүктелсе, сіз жүктелген файлдың атауын көресіз. Сонымен қатар, қадам деңгейінде осы қадамның орындалуы туралы құс белгі пайда болады. Екінші қадам. Жергілікті атқарушы орган бекіткен бағдарламалар тізімінен негізгі білім беру бағдарламасын таңдаңыз. Үшінші қадам. Осы мамандық бойынша дайындық жүргізілетін оқу орындарының тізімінен сізге қажетті оқу орнын таңдаңыз. Білім беру ұйымдарында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдар үшін медициналық әлеуметтік сараптаманың қорытындысын ескере отырып қабылдау квоталары көзделген. Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдар әңгімелесуге өтініш берген кезде колледждердің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларында бекітілген таңдалған мамандықтарға